Сәлем достар, бүгін сіздерге телефон пин-кодын қалай қоюға болатынын көрсетемін. Яғни Vivo телефонында пин-кодты қалай қоямыз. Бүгінгі видео тым қысқа болады, сол себепті соңына дейін көр. Алдымен Vivo құрылғысындағы бірінші баптауларға настройкаға кіреміз. Мұндағы безопасность бөліміне кіреміз. Астыға қарай жылжытамыз. Телефон пин-кодын ғана емес, отпечатки лица қоса аламыз. Пин-кодты қою үшін блокировка экрана басамыз. Негізінде менде пин-код болғандықтан, пин-код өзгерту үшін бастапқы пин-код сұралады. Экранды құлыптау үшін, яғни блокировка жасау үшін графический простой пин-кодты қоя аласыз. Пин-код батырмасын бастым және жеке пин-код енгіздім. Пин-код енгізілді. Егер құлыпты аша алмай қаламын, пин-кодты ұмытып қаламын десеңіз, отпечатки немесе лицо қосу қажет. Менде отпечатка пальца үш, яғни мен 3 рет өзгерттім. Бұл пальцаларды удалить етсеңіз де болады. Егер тағы пальца қосу қажет болса, осы батырманы басып, регистрация жасап алсаңыздар болады. Егер пальца дұрыс болмаса, лицо қосуға да болады. Сіздерге кеңес, міндетті түрде пин-код қою кезінде қосымша пальца немесе лицо қосыңыздар. Лицо менде 2 рет жасалған. Бастапқы қойған блокировка лицоны удалить етуге болады. Егер қаласаңыздар, келесі видеода лицоны анимационный түрде қалай қосуға болатынын көрсетемін. Ол үшін комментарийге плюс қалдыр. Бүгінгі видеодан блокировка экраны жасауды үйрене алды деп ойлаймын. Келесі видеоларды қарап қолдау білдіріңіздер. Осылайша пин-кодты оңай қоюға болады. Видеоны каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.